Сәлем, менің YouTube көрерменім. Сенімен бірге Праники. Бүгін бізде керемет оценка видео, және бұл оценканың басынан соңына дейін толығырақ көруіңді сұраймын. Себебі бұл видеода пайдалы факт айтылады және көрсетіледі. Сені лайк, подписка және коммент. Кеттік. Жарайды, соңғы оценка каналы видеосына кіреміз және комментарийлер оқимыз. Так, бізде 17 комментарий бар. Арсенчикті оценкалаған болатынбыз. Одан рахмет келді. Өте керемет. Так, маған оценка жасап бер. Енді мына жерде бір канал тұр. Супер силач деген. Қанекей бүгін осы арнаны оценка жасайтын болады. Так, арнаға кірдік. Және бізді жаңа жылдық тематикадағы шапка мен аватарка күтіп алды десек те болады. Және әлемілік жағынан келетін болсақ, орташалау болады әрине. Аватарка деді керемет. Бұл жерде супер силач дегенде ең басы әріп белгіленген және анық белгіленген. Болды өте плюс. Так, главные страницада все видеолар және популярные видеолар. Шамал болса да тағы да толықтыруды сұраймын. Яғни бұл жерде керемет плейлистерді оқып қойсан және мына жерге бір видеоны главный видео қылып, яғни соңғы шыққан видеоны главный видео қылып, және жаңа подписчиктерге арнап трейлерді соңғы видеоны қойып қойған дұрыс деп ойлаймын. Менің страницама кірсең, оның барлығы жасалынған. Жарайды, арна подписаться етейік. Бірінші плейлистке кіріп шығайық. Плейлистер бар, плейлистер жақсы. Угадать етпей қояйын, плейлистерге оптимизация жасалынбаған. Иә, оптимизация жасалынбаған. Жарайды. Обществода постер бар. Жақсы. О канале. Так. Керемет. Арнаның описаниесінде кілтті сөздер бар. Бұл бір жерде суперсилач арнаның аты. Және бұл жерде GTA 5 онлайн. CSGO тоже кілтті сөздер. Ойындар тоже кілтті сөздер. Керемет. Нақты кілтті сөздер бар. Және де бұл жерге контактілер тоже бар. Керемет. Ол канале өте жақсы десем де болады. Общий 53.448 просмотр бар. 240.000 подписчик бар. Жақсы. Бірақ просмотр жаға түсіп кеткенін көрініп тұр. Активность кен. Бұл нәрсе менде де бар. Әрине. Жарайды. Превью жақсы десем де болады. Жарайды, соңғы видеоны көрейік. Монтаж бар, переход бар. Бұл бізде типа интро. 10 секунд нормально. Микрофон качествоны жақсартуға болады деп ойлаймын. Бірақ сонда да дауыс анық шығып тұр. Звук жағынан ешқандай сұрағым жоқ. Бірақ бұл жерде бір мәселе бар. Жарайды. Бұл жерде бір минус бар. Иә. Егерде сенің контентің қазақша тілде болса, бұл жерде сенің сөздерін тек маған ғана емес, басқа да көрермендерге түсініксіздеу болуы мүмкін. Сол себепті егерде әр видеоңды просмотр көбейгенін қаласаң және де қазақша тілдегі контенттегі аудитория жинағың келсе, онда мына видеоны астына немесе монтаж арқылы
сен әр сөзіңді жазып отырсаң, яғни субтитр түрінде. Субтитр дегеніміз мына астында жазылып тұратын сөздер. Яғни айтқанда сен әр айтқан сөзіңді қазақшалап жазып отырсаң керемет болар еді. Және де бұл нәрсені әрине субтитрға да қосуға болады, бірақ мен ойымша сенің видеоңа келген адам субтитраны таңдамайды деп ойлаймын. Сол себепті бұны монтаж барысында текстті пайдаланып отырып ерінбей жасап шығуға болады. 11 минуттық видео жасайсың әрине, және 11 минуттың ішінде әр сөйлеген сөзіңді видеоның астына жазып отырсаң деймін, монтаж бойынша. Сол кезде менің ойымша сенің көрермендік аудиторияң, яғни аудиторияның саны көбейе түседі деп ойлаймын. Әрине ешқандай ренішім болмасын. Бұнда да кемшіліктерім болса да, видео түсіріп жатқаны өте керемет, және де қазақстандық ютубты дамытуға өз үлесіңді қосып атсалып жатқаныңа өте көп рахмет. Видео керемет, качество жағынан сөз жоқ, 1080p бар, және де айтып кетерім, монтаж бар, монтажда да шамалы күлкілі болса да керемет деймін, бір настроение көтеретіндей монтаж жасасаң деймін. Описаниеда өзің туралы информация бар, теги өте көп, өте көп тегін жазуың қажет жоқ. Мына бір жасты алсаң да болады. Және де бір айта кететін нәрсе, қалай айтсам болады, бұл тегилерден бүйтіп список қылып қойғаннан гөрі шамалы болсын сөйлем құрастырғанда дұрыс деп ойлаймын. Еш ерінбе, егер де көтерілетін болсаң, еш ерінбеген дұрыс. Егер де көтерілгің келсе YouTube бойынша еш ерінбеген дұрыс. Себебі бұл саған өте көп көмек тигізеді. Сен күнде видео түсіресің, бірақ бостан-бос просмотрлар аз сияқты. Сол себепті егер де сен аудиторияның кері байланыс қаласаң, онда жаңа айтылған нәрсе бар. Монтаж бойында сен әр сөйлеген сөзіңді субтитр ретінде жазып шық мына жерге. Сөз сөйлей бер, және астында субтитр қылып жазып шық, қазақша тілде түсінікті болатындай қылып. Мен сенің қазақшаның кереметтігінде базар жоқ, білімін де жетеді. Бұл жай ғана табиғи кемшілік десем де болады. Еш мойыма. Бұл жерде еш қысылмағаның дұрыс. Теги видеоны толықтыр. Бұл аз. Және теги каналын сал, жаз. Вспомни ключевое слово бар, будет, трагедия, конфликт. Бұл описаниеда қолдануға болмайтын, YouTube бойынша қолданысқа салынуға тыйым салынған сөздердің бірі. Көрсің бе, менің видеокүйімдегі SEO саған оценка аз беріп тұр. Өте нашар оценка. Так, категория бойынша видео игры нормально таңдалған, дұрыс таңдалған. Әр подписчигіңе ответ жаз, ерінбе. Әр подписчигіңмен сөйлес. Бұл саған өте қалай айтсам болады, өте жақсы әсер етеді. Бұл басқа ешқандай сөз жоқ. Жағдай айтып кетсем, барлығы керемет бұл жерде. Айтпақшы міне, бар екен, кешірім сұраймын әрине. Бізде шығып тұр, бар екен. Так, онда бізде қалай? Видеода монтажда субтитр қос. Жарай ма? Сенің әр сөзің сенің көрерменіңге түсінікті болу қажет. Сол себепті субтитр қолдан. Егер де сен субтитр қолдануға ерінсең, басқа да контенттер бар.
Кыргызстан боюнча әлі шықпаған десем де болады, қолданыста аз десем де болады. Ол әрине атақты стримерлерден, атақты Қазақстан стримерлерінен, әр стримінен қызықты моменттерден нарезка жасау. Керемет контент, керемет көтерілуге болады. Және де серый контентпен көтерілуге болады. Яғни қазақша мультфильмдер немесе киносериалдарда өз арнаңа қойып отырып, копиясын, бұл да серый контент, ол арқылы да көтерілуге болады. Екінші мәселе, бұл әрине тағы бір тематика, ол бізде фраг муви. Айтқанда әр ойыннан керемет моменттерді музыкамен әрлей отыра, монтаждай отыра жасау. Осындай көп. Егер де сен ерінсең, астына субтитры жазып отырған. Және қандай кішкентай ғана мелочь сияқты, бірақ бұл субтитраны жазу арқылы сен әр көрерменді таба аласың. Субтитраны мен ютубта инструкция бойынша жаса деп тұрған жоқпын. Субтитраны сен монтаж бойында жаса. Яғни айтқанда монтаждап жатқан кезде ойында астына жазып отыр. Мынандай, как көрсетем, мына видеоң кетіп жатыр. Сен сөздерді сөйлеп жатсың, және мына жерде аппақ шрифтпенен астында сенің әр сөзің жазылып тұрады. Болды. Барлығына түсінікті, керемет деп ойлаймын. Басқанда ешқандай минус жоқ. Осы айтады. Жаса, істе, дамы. Барлығы алда. Мен саған қолдау көрсетемін. Жарайды. Осымен болды. Егер де сені видеоңды оценкалағанымды қаласаң, сенен коммент. Сенімен бірге болған Праникей. Келесі кездескенше сау.